Биыл Шымкентте мәдени мекемелердің қатары артады. Бұл жайында Абай ауданының әкімі Бұхарбай Парманов баспасөз отырысында мәлімдеді. Ал қала мәслихатта өткен жылы атқарылған жұмыстар барысы баяндалып, қолға алынған жаңа жобалар жайы айшықталды. Мегаполисіміздегі 5-ші ауданның ашылуы келесідей өзгерістерге алып келді. Абай ауданның аумағына Қаратау ауданның иелігіндегі 8 елді мекен мен 155 тұрғын үй өткен. Шекарасы шегенделген аймақтың 2023-2024 жылға инфрақұрылым саласы бойынша жоспары дайындалған. Әкімнің айтуынша жыл соңына дейін Қайнарбұлақ тұрғын алабының халқы ауыз сумен қамтылады. Сонымен қоса аудан аумағындағы 6 елді мекенге табиғи газ беріледі. Бір елді мекен Қайнарбұлақ тұрғын алабы биыл енді ауыз сумен толық қамтамасыз етіледі жылдың соңына дейін. Электр жарығынан 2 елді мекен, бұл енді Асар 2 және Қайнарбұлақ тұрғын алабы бар. Бұл 23 жылы бұл толығымен бітеді. Және табиғи газ 6 елді мекен, бұл енді Ынтымақ 2, бұл енді бұрын Абай ауданында болған Қайнарбұлақ саяжайы, Қайнарбұлақ тұрғын алабы, Асар 2, тәуелсіздікке 20 жылдық және Бозарық шағын аудандары 23-24 жылдары осы 6 елді мекен табиғи газбен қамтамасыз етілетін болады. Бұл елді мекендердің барлығына бүгін күнде жұмыстар жүріп жатыр. Бұдан бөлек электр энергиясымен қамту шарасы да қолға алынып отыр. Ол бойынша аудан аумағындағы қос елді мекен биылдан қалмай қол жеткізеді деп күтілуде. Ал қала көшелерін жарықтандыру жайына ойсақ, 2023 жылы 40% көшені қамту жоспарлануда. Қала бойынша мемлекетпен жеке әріптестік арқасында 4,3 миллиард теңге қаралған. Бұл енді кезең-кезеңмен бұл енді қала бойынша жүріп жатыр. Біз енді қазір енді 23 жылға біз енді мына білсеңіздер 21 жылы бізде 111 көше болған, бар жарықтандырылғаны. Барлық бұл осы егемендік алғаннан бері деп айтсақ та болады. 22 жылы 160 көшеге жетті. Енді биыл 214 көше, 24 жылы 340 көшеге, 2025 жылы 410 көше. Сонда Абай ауданын біз 2025 жылы 40%-ын ғана жарықтандыруға қол жеткіземіз. Индира Есентай, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.